Саламатсызбы оқушылар, бүгін 6-шы жаттығу 52-53 беттегі 8-ші сынып Кронгурт кітабы бойынша оқулығы бойынша. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, коммент қалдырып отырыңыздар. Берілгені бізде бірінші жаттығу, 6-шы жаттығудың бірінші есебі. Температурасы берілген 0 Цельсий градус, лямбда берілген, меншікті балқу жылуы 330 килоджоуль бөлінген килограмм, Q берілген 1700 джоуль, массаны табу керек. Және бізде килоджоулды жолға айналдырамыз 3 дәрежесі деп. Q тең лямбда көбейтілген M формуласынан M-ді тауып аламыз. Яғни Q бөлінген меншікті балқу жылуы лямбда. Енді 1700 джоулды меншікті балқу жылуына бөлеміз. Бізде шығады 5 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі килограмм. Оны біз граммға айналдырамыз, 5 грамм болады жауабы. Келесі екінші есептің берілгені массасы берілген 100 грамм. Және лямбда берілген меншікті балқу жылуы табу керек Q-ді. Бұл да осы формуламен Q тең лямбда көбейтілген M. Осы формулаға қоя саламыз. Тек қана орнына көбейтіп граммды килограммға айналдырамыз міндетті түрде. Және 59 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіне 0,1 килограммды көбейтеміз. Бізде 59 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі шығады. Оны біз көбейтеміз, 5900 джоуль шығады. Келесі үшінші есебі берілгені массасы берілген, температуралар берілген, температура 1, 2 және лямбда берілген, меншікті балқу жылуы және жылу сыйымдылығы берілген. Табу керек Q-ді. Q тең мына формула, яғни формулалары Q тең Q1 қосылған Q2, яғни жалпы формула. Енді Q1, Q2-ні формулаларын жазамыз. Q1 бізде SM Т2 азайтылған Т1, жақша ішінде Q2 лямбда көбейтілген M, яғни меншікті балқу жылуы көбейтілген масса. Осыларды жалпы формулаға қойып, біз қорытып формула шығарып аламыз. Формула, яғни орындарына қойып, бізде жалпы қорытылған формула массасы жақша сыртына шығып, жақша ішінде жылу сыйымдылық, одан жақша ішінде Т2 минус Т1 қосылған лямбда балқу жылуы. Енді осы формулаға қоямыз. 0,5 килограмм, жақша ішінде 230 джоуль бөлінген килограмм Цельсий градус. Жақша ішінде 960-тан 20-ны азайтамыз және қосылған лямбда 88 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Барлығын есептейтін болсақ, бізде жақша ішінен шығады. Бізде 304,2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, оны 0,15 килограммға көбейтеміз. 152,1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, жуық шамамен 152 килоджоуль деп алсақ болады. Бізде жауабы 152 килоджоуль. Келесі төртінші есебі массалары берілген және меншікті балқу жылуы берілген. Қорғасын мен мыстың массалары және меншікті балқу жылулары берілген. Меншікті балқу жылуларын килоджоулдарды джоульға айналдырамыз, яғни 10-ның 3 дәрежесіне келтіріп. Және бізге қатынастың табу керек. Q мыс пен қорғасынның қатынасын табу керек. Формулалары мынадай түрде болады. Енді осыны дәл солай қоямыз. Ұсынысы бойынша есептейміз. 70 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесін 2 килограмм көбейтіп, 25 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесін 3 килограммды көбейтіп, барлығын бөлетін болсақ, 4,66 шығады. Оның жуық шамамен 4,7 деп алсақ болады. Яғни жауабы бізде жылу мөлшерінің қатынасы, яғни Q мыс пен Q қорғасынның екеуінің қатынасы 4,7-ге тең екен. Келесі бесінші есеп берілгені Т1, Т2 берілген, жылдамдық берілген, лямбда берілген, меншікті балқу жылуы және жылу сыйымдылығы берілген. ХБЖ-ға айналдырамыз және N-ді табу керек. Формула мынадай түрде жазамыз. E дегеніміз ол энергия, яғни кинетикалық энергияны қоямыз. Негізгі формула N, мына формулада мынаны шығарып аламыз. N тең E азайтылған Q1 бөлінген Q2. Енді осыған қоямыз Q1-ге және Q1-ге. Мына формуланы Q2-ге, мына формуланы E-ге кинетикалық энергияның формуласын қойып, қорытып формула шығарамыз. Яғни барлығын қойып, бізде мынандай формула шығады. V квадрат бөлінген 2 азайтылған С, жақша ішінде Т2 алынған Т1 бөлінген лямбда меншікті балқу жылуы.
осыған мәндерін қоятын болсақ, барлығын қойып, оны бөліп есептейтін болсақ, бізде шығады екен 0,10 Оны бір жуық шамамен 0,204 деп алсақ болады. Яғни жауабымыз сонда n тең 0,204-ке тең болады екен. Келесі 6-шы есеп. 6-шы есептің берілгенде, яғни массасы берілген, температуралары берілген, Т1, Т2, Т3 және жылу сыйымдылықтары берілген, Т1, Т2 және лямбда меншікті балқу жылуы берілген. Табу керек Q-ді. Бұнда біз Q1, Q2, Q3 табамыз. Және жалпы Q-ді табу үшін осы үшеуін тапқаннан кейін осылардың қосындысын жалпы Q-ді табамыз. Q1-ді мына формуламен, Q2-ні мына формуламен, Q3-ті мына формуламен табамыз. Ал кеттік есептейік. Q1-ді табамыз. Орындарына қойып. Бізде Q1-ді 0,21 мегажоуль шығады екен. Q2-ні мына формуламен табамыз. Бұндан 3,3 мегажоуль шығады. Q3-ті мына формуламен табамыз. Барлық мәндерін орнына қоятын болсақ 0,84 мегажоуль шығады екен. Енді жалпы формулаға қойып барлығын қосамыз. Q1, Q2, Q3-ті. Q1 0,21 қосылған 3,3 қосылған 0,84. Бізде жауабы шығады 4,35 мегажоуль. Яғни жалпы Q-іміз 4,35 мегажоульға тең екен. Міне оқушылар, осымен есептер аяқталды. Енді каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып отырыңыздар. Сау болыңыздар.